жарнама берушілерге арналған ақпарат. Контекстік жарнаманы ұсынатындар, ВКонтактеде Target немесе Telegram биржаларында жарнамаға тапсырыс беретіндер бұл ақпаратты өте құнды деп санайды. Қараңдаршы, достар. Міне Royal Hook қызметі. Контекстік жарнама, баннерлік жарнама, бейне жарнама бар. Міне біз бейнені көріп отырмыз. Видеоны салған мен едім. Міне контекстік жарнама. Ал қазіргі уақытта осы қызметте 44.360 адам. Бұлардың барлығы бизнеске қызығушылық танытқан адамдар. Күн сайын мұнда 1000-нан астам адам қосылады. Яғни мұнда аудитория бар, және барлық бизнес мүдделері. Бұл өте жылы шырайлы аудитория. Ал қараңызшы, мен қазір осындамын. Мен Yandex Directпен және Yandex Direct пен Royal Hook жарнамаларының арасындағы айырмашылықтарды салыстыру үшін алдымен осыдан бастаймын. Қараңызшы, менің Yandex Directте жарнамалық науқаным бар. Конверсия коэффициенті 207, яғни 207 адам. Конверсия, мен жарнамалайтын нәрсеге жазылғанмын. Жазылушылардың бағасы 72-ден 90-ға дейін, яғни 300-де 73 рубль болды. Бірақ қараңызшы, бұл жарнамалық науқан. 4-тен 6-ға дейін наурызда іске қосылды, ал бүгін 16 мамыр, яғни сәуір мен мамыр өтті. Осы уақыт ішінде барлығы 207 жазылушы 73 рубль бағамен келді. Бұл сәуірде болды. Жарнамалық науқан бұл емес. Компания 1,5 ай жұмыс істеді. Осы 1,5 айда конверсия 207 жазылушы, әр қайсысы 73 рубльден. Мен мұнда өте көп нәрсені сүзгіден өткіздім. Егер сіз контекстік жарнаманы қолдана алмасаңыз, мұнда бюджетті босқа жұмсайсыз. Жарнамалық бюджет. Мысалы, компанияны тоқтаттым, 300 рубль жұмсалды. Жазылушы шықты. Ал мына жерде тіпті 600 рубль осы компанияға кетті. Мен оларды сүзгіден өткізе бердім. Ақыры бір жазылушыға 73 рубльге қол жеткізгенше. Қараңыздар, бұл 1,5 айда мен балансымнан 5407 жұмсадым. Ал барлығы 20 000 болған. Жалпы айтқанда 15 000 рубльді осында жұмсадым. Ал кейбіреулер жарнамаға тіпті орасан зор ақша құяды. Міне жазылушының бағасы 72 рубль. Бұл контекстік жарнама үшін. Бұл шынымен керемет баға. Өйткені мұнда баға осындай болған. Тіпті 299,87, 300 рубль және 601 рубль бір жазылушыға дейін жеткен. Міне осы 72 рубльге жету үшін Yandex Directпен жұмыс істеу керек. Шынымен жақсылап еңбектеніп, оны зерттеу қажет. Сонда ғана жақсы бағаға қол жеткізесіз. Ал мұнда не бар? Бір адам сіздің жарнамаңызды көріп, веб-сайтқа кіріп жазылды. Міне түрлендіру. 1,5 айда 7 жазылушы, достар. Ал 15 000 рубль жұмсалды. Енді Royal Hook ойынын жасайық. Баннерлерді қараңыз. Тиімдісін анықтау үшін түрлі нұсқаларын сынап жүрмін. Бейне жарнама. Міне менің бейне жарнама бойынша видеоларым. Міне контекстік жарнаманы мен іске қоспадым. Енді мен мұнда жарнама қоямын да. Жазылушылар Telegram арнаға келеді. Менің тақырыбым күрделі, міне көріп тұрсыздар, табысты трейдерлерді көшіремін. Көшіру, трейдинг, роботтар бұл күрделі тақырып, және мұндай тақырыптағы жазылушы. Яғни Telegramға жарнама салған кезде мен жарнамалық бюджетті толықтай жұмсадым. Жазылушылар мүлде келмейтін, немесе 1-2 адам ғана келетін. Жарнамаға, мысалы, 5 000 рубль салынған, бірақ олар бірден жазылудан шығып кетеді. Яғни жарнамалық бюджеттің босқа кетуі. ВКонтакте таргетінде де дәл осындай жағдай, жарнамалық бюджеттің босқа кетуі. Яндекс Директ бойынша да солай.
Mine men sizlerge osының бәрін айқын мысалмен көрсеттім. 2-ден 15 мың рубльге дейін жұмсалды. Бар болғаны 207 жазылушы ғана тартылды. Бұл егер мұнда жаңадан келген адам жұмыс істесе, ол бір жазылушыға 600 рубльден төлейтін еді. Міне елестетіп көріңіздер, және қараңыздар, дәл қазір менде тағы да көрсетіліп тұр. Баннерлік жарнамада 4000 қаралым ғана қалды. Енді Telegram арнасының статистикасына көшейік. Сонымен міне статистика. Қараңызшы, өсім бар. Иә, бұл Royal Hook'тағы жарнамадан, яғни адамдар жазылып жатыр. Сонымен күндерімді өткіздім. Келіңіздер, күндерді санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Бүгін жарнамаға 15-ші күн болды. Мен осында жарнама беріп жүргеніме. Міне, осы өсім видео жарнамадан болды. 133 жазылушы, және 99 жазылушы, 8 теңгеден. Жазылушы осыншаға түсті, достар. Елестетіп көріңіздерші. Ал баннерлік жарнамадан менің тақырыбыма жазылушы сәл қымбатыраққа түсті, 21 теңге. Барлық осы есептер бар, мен тікелей көрсеттім. Міне, қараңыздар, бір күнде 22 жазылушы келді, екінші күні 26 жазылушы келді. Міне, осы жерде баннер ауысты, 9 жазылушы келді. Мен баннерлерді сынап жатырмын. Келесі күні 18 жазылушы келді. Одан кейінгі күні 2 жазылушы ғана келді. Жарнама іс жүзінде көрсетілмеді. Бір баннер бірнеше күн, 3 күнге дейін көрсетіледі. 10 мың көрсетілімге дейін көрсетеді. Бағасын қазір көрсетемін. Бұл қанша тұратынын. Міне, қараңыздар, видео жарнамадан бірден 133 жазылушы келді. Және 99. Міне, сіздерге видеодан 231 жазылушы бірден келді. Яғни, видео жарнама өте керемет жұмыс істейді. Бірақ видео жарнама сәл басқаша. Қазір неге баннерлік жарнама қойғанымды түсіндіремін. Мұнда жазылушылар болған жоқ. Баннер болмаған, менде орнатылмаған еді. Сосын 28 жазылушы келді. Көріп тұрсыздар, күніне 20-30 жазылушы келеді. Міне 25 жазылушы, 28. Ал кеше 17 жазылушы келді. Міне бүгіннің өзінде 2 жазылушы қосылды. Иә, және менде баннер 4400 рет көрсетілді. Яғни, қараңыздар, жағдай осылай. Адамдар міне баннерлер тұр ғой. Адам баннерді көреді. Міне менің баннерім, иә. Адам баннерге кіреді, оған осындай пост шығады. Ол осы постты оқиды да, арнаға мақсатты түрде жазылады. Түсіндіңіз бе? Яғни, ол нақты әрекет жасайды. Бұл мақсатты жазылушы. Ол қарап шығып, сондықтан мен баннерлік жарнама қоямын. Бірақ видео жарнама көбірек жазылушы әкеледі, әрі арзанырақ. Бірақ олар онша мақсатты емес. Баннерлік жарнамадағыдай. Өйткені қарамшы, адам сервиске кірді, баннерді көрді, қызықты, басып постқа өтті, оқып шықты, содан кейін ғана жазылды. Ол конверсиялы мақсатты әрекет жасады. Бұл нағыз жазылушы. Ыстап өзіңіз де түсініп отырсыз. Мысалы, баннерден менде бір жазылушы 21 рубльге түсті. Бірақ контекстік жарнамамен салыстырғанда бұл жай ғана от. Өте арзан. Бейне жарнама, иә, 8 рубльге. Жазылушы маған көп шығын әкелді. Міне мен сізге көрсеткен статистика, иә, жазылымдар бойынша. Мұнда. Яғни, мен енді мұндай бюджеттік ақшаға осындай жарнамадан жазылушыларды қабылдамайтын болдым. Мен арнадағы осы жарнамадан көп нәрсе алдым. 2000 адамға жетті. Ал негізі, 6 жыл бойы арна жүргізіп келемін. Бірақ, шіркін-ай, мүлде жазылушылар жинай алмадым. Олар менің тақырыбымнан шығып кетеді. Иә. Және де жарнама бюджетінің көп бөлігін босқа жұмсадым. Соңында енді жазылушыларды, міне айтып отырмын ғой, клип жатырмын. Міне телеграмдағы биржада жарнамаға тапсырыс беремін.
bir жарнамаға 5000 рубль құямын. Бірақ жазылушылар келмейді. Осылай ай сайын қайталанады. Міне жылына мыңдаған адамға 100 рубльден жұмсаймын. Жарнамаға ақшаны босқа құйдым. Telegram'da нәтиже болмады. Міне контекстік жарнама бір жарым айда 15.000 рубльге теп 207 жазылушы келді. Ал жазылушының бағасы бұл соңғысы 72 рубль 91 тиын. Бір жазылушыға 73 рубль шығады. Сіз ойлаңызшы, осындай бағаға жету үшін қанша еңбек ету керек? Өйткені кейде бір жазылушы 300 рубльге, тіпті 600 рубльге дейін түсуі мүмкін. Яғни, контекстік жарнамамен шынымен әуре болу керек. Көріп тұрсыздар, бір жарым айда 200 жазылушы ғана жиналды. Көбірек қаралым алуға болар еді, бірақ жағдай осылай болды. Бірақ бұл мүлде жарнама бюджетінің босқа кетуі. Өйткені мен Яндекс Директе бірінші жыл жұмыс істеп жүрген жоқпын. Осындай жағдай, достар, мұнда жарнама қанша тұрады? Міне, қараңыздар, жарнама жасау үшін мен осындай тиімді пакеттерді таңдаймын. Мысалы, 10.000 көрсетілім $30. Бағасы 1.000 көрсетілім үшін $3. Сіз оны $1 сынап көре аласыз. Міне 30.000 көрсетілім бағасы. Егер сіз тапсырыс берсеңіз, оның құны $50 болады. Сонымен бағасы 1000 көрсетілім үшін 1 және 6, ал 1 және $6 болады. Бейне жарнамада арзан. Сіз бейнені қанша уақытқа көрсету керектігін таңдай аласыз. 20 секунд. Ол болады. 00. 2 цент 30 секунд, 3 цент 1 минут, 6 цент 2 минут, 12 цент және 5 минут, 3 цент 30 цент. Әзірге осы жердегі жарнамалардан сайтқа және YouTube тегі бейнеге сілтеме жасай аласыз. Міне ауысу көрсетілген. Ел мен қала бойынша таргетинг бар. Сіз пайдаланушыларды таңдай аласыз, оларға қанша көрсету керектігін және қанша көрсетпеу керектігін. Мысалы, видео жарнамасы арқылы мен бір жазылушыға 8 рубль жұмсадым, бірақ баннерлік жарнама тиімдірек. Өйткені адам баннерді көреді, қызығады. Баннерге өтеді, постқа өтеді, оны оқиды, және тек содан кейін ғана жазылады. Ол қайда бара жатқанын, не істейтінін түсінеді. Яғни бұл жеткілікті мақсатты жазылушы. Сервистегі аудитория күн сайын көбейіп жатыр. Күніне 1000-нан астам адам қосылады. Күніне 1,5 мың адамға дейін осы сервиске келеді. Яғни бұл арзан әрі тиімді жарнама. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Бізде жаңалықтар болды, және өте жақсы жаңалық бар. Міне адамдар осы арнада пікірлерін жариялап жатыр. Voyal Hock'a міндетті түрде жазылыңыздар. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Мұнда соңғы жаңалық жарияланды. Яғни, егер сіз жарнамалық шотты $100 бастап толтырсаңыз, жарнама беруші толтырған соманың 50%-ын өзінің гифт шотына бонус ретінде алады. Бұл не деген сөз? Мысалы, сіз жарнамалық шотты $100 толтырсаңыз, гифт шотымызға $50 түседі. Яғни, сіз жарнамаға 50% бонус аласыз. Оларды сіз контекстік баннерлік жарнамаға жұмсай аласыз. Бірақ жарнамалық шоттан сіз бейне жарнама да қоса аласыз. Яғни, сіз $100 бастап толтырсаңыз, 50% бонус аласыз. Мысалы, $100 толтырсаңыз, үстінен $50 гифтке түседі. Бұл қаражатты тек баннерлік және контекстік жарнамаға жұмсауға болады. Яғни, бұл жарнамалық сервис. Негізінен, жақында мұнда бәрі болады. Орындаушы бөлімі фриланс сияқты болады. Адамдар тапсырмаларды ақшаға орындайды. Кейбір адамдар арнайы тапсырмалар береді, ал басқалары сол жұмыстарды орындайды. Break time 0.5, яғни дәл осындай мақсатты аудиторияға арнап жарнама жасалады. Яғни, қазіргі уақытта бүгінгі күні конверсиясы жоғарырақ.
Мен жарнама туралы бәрін білемін деп айта алмаймын. Жарнамалық бюджеттің босқа кетуі – бұл менің тәжірибем. Достар, мен тәжірибелі жарнама берушімін. Жарнамалық бюджетті босқа жұмсауда тәжірибем мол. Айтайын дегенім, бірнеше жыл ішінде мен осындай нәтижеге жеткен жалғыз орын осы болды. Міне, жазылушылардың саны қалыпты бағаға алынды. Енді тағы да статистикаға кіріп көремін. Бұл баннерлік бейне жарнама арқылы болды. Міне, күндер бойынша қарасам, 15 күн бойы тұрақты түрде жазылушылар келіп жатыр. 15 күнде күніне 20-дан жалпы 300-ден 400-ге дейін жазылушы жиналды. Нәтижесінде 15 күнде жұмсалғаны осы. Яғни, бір жазылушыға 8 теңгеден шықты. Менде бейне жарнама мен баннерлік жарнама арқылы. Барлық есептер бар. Жылына 21 рубльден. Бірақ мұнда адамдар өте көп пікір қалдырады. Және шынымен де оларда ең арзан жазылушы осында. 7 цент шықты, яғни бұл шамамен 5 рубль баннерлік жарнамадан. Міне, менің тақырыбым өздеріңіз көріп отырғандай, бұл капит, рейдинг, роботтар, сауда. Сәйкесінше, бұл тақырып өте күрделі. Әрі бұл жерге адамдар сирек келеді, өйткені тақырып расымен де қиын. Ал менің тақырыбыма жазылушының бағасы Telegram биржаларында 500-ден 1000 рубльге дейін барады. Жазылушы үшін, достар. Бұл тақырып бойынша. Және бұл керемет деп саналады. Яндекс Директі қолданғанда анықтай аласыз. Жазылушыға 600 немесе 300 рубль. Егер ешқандай параметрлер мен шектеулер қоймасам, солай болар еді. 3-600 рубль үшін бюджетті босқа шығындар едім. Егер баптаулар жасамасам, 1,5 айлық жарнама не болар еді? Ол 1-2 күнде ап жұмсалып кетер еді. Міне, контекстік жарнама деген осы. Ал Telegramға жарнама берсе, сіз жарнама бердіңіз, пост 24 сағат тұрды, болды, жарнама бюджеті жұмсалды, жазылушылар келмеді. Мақсат та сол сияқты. Міне, мен сізге Telegram арнасының статистикасын көрсеттім. Адамдар келіп жатқанын көрсеттім. Яғни, адам қызметке кіреді, баннерді көреді, шертеді, жазбаны оқиды және жазылады. Яғни, түрлендіру нысанасы әрекеті орындалды. Яғни, бұл жай ғана жазылушы емес, бұл менің ұсынысыма қызығушылық танытқан жазылушы. Айырмашылығын түсінесіз бе? Міне, достар. Сонымен қызметті пайдаланыңыз. Қызмет көрсету саласы дамып келеді. Қазіргі уақытта сіз мұнда $200 оңай сала аласыз. Және оны 44 000 аудитория үшін пайдаланыңыз, жарнаманы тыныш көрсетіңіз. Ал қызмет өскен сайын. Мұнда жарнама қосу, шынымен де керемет жарнама қызметі. Мұнда тек мақсатты аудитория ғана бизнеске бағытталған. Мұнда тек бизнес ұсыныстары бар. Негізінен бұл жерде мақсатты аудитория, бизнес аудиториясы, яғни іздеп жүрген, әртүрлі жобаларды қарап, қайдан табыс табуға болатынын іздейтін адамдар. Сондықтан олардың көбіне интернеттегі бизнестің не екенін түсіндірудің қажеті жоқ. Сол себепті мұнда бизнес тақырыбына арналған өте сапалы мақсатты аудитория бар. Міне, достар, жарнаманы осында тапсырыс беріңіздер, $1 мен сынап көріңіздер, егер осы статистикаға сенбесеңіздер. Бірақ мұнда бәрі анық көрсетілген. Мен нақты динамиканы, нақты статистиканы, Telegram арнаның шынайы толығуын көрсеттім. Міне, пайдаланыңыздар, $1 мен сынап көріңіздер, болмаса $5 мен, содан кейін $100 құйып, шотқа бонус алыңыздар. 50%. Осында жақсы конверсия, сапалы жарнаманы қолжетімді бағаға аласыздар. Әзірге қош болыңыздар.